Көп адам қате айтатын ағылшын сөздер. Сіз оларды дұрыс айтып жүрсіз бе? 5-ші орында қоғам деген сөз. Сіз бұны society деп оқысаңыз, ол қате, дұрысы society. 4-ші орында айттым, қайтадан деген сөздер. A мен I бірге жүрген соң көбі said, again дейді, бірақ дұрысы said, again. 3-ші орында ел деген сөз. Көп адам бұны country немесе country деп оқиды, бірақ дұрысы country. Усыз, country. 2-ші орында темір деген сөз. Бұны iron деп оқуыңыз келетін түсінемін, бірақ дұрысы iron. Iron. 1-ші орында іштің ауруы деген сөз. Бұны stomachache деп мексикалықтар сияқты оқысаңыз, бұл stomachache. Stomachache. Бұл сөздерді қате оқысаңыз, уайымдамаңыз, жалғыз емессіз. Сіз сияқты ағылшынша дұрыс сөйлеуді үйренгісі келетіндерге мен 9-10 мамырда тегін мини-курс ұйымдастырамын. 2 күн ішінде сіз ағылшынша дыбыстарды және дұрыс айтылым ережелерін үйренесіз. Қатысу толықтай тегін. Тіркелу үшін менің профилімдегі сілтемеден өтіңіз.